Ассаламуалейкум достар, Кәсіпкер құпия каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде мусордан қандай бизнес ашуға болады, қандай қиыншылықтар болады, қанша табуға болады, сол туралы сіздерге ақпарат беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ассаламуалейкум достар. Осыдан бұрын біз декабрь айында осы Экопет фирмасын, яғни баклажка өндірісін түсіретін боламыз. Осы Елмұратқа тағы да бүгін осы июньде тағы да келдік, осы оборотын көруге келген едік. Яғни бізден осы YouTube канал арқылы қандай пайда көрдіңіз, бүгін білетін боламыз. Ассаламуалейкум, баршаңызға. Жұмыстарыңызды көріп жатырмыз, оборот өте күшейді. Аллах берекесін берсін, иншаллах. Осы біз YouTube каналы арқылы қандай пайда көрдіңіз? Или яғни қаншама адамдар звондады, яғни қандай оборот күшейді ма? Қандай өзгерістер болды? Қандай өзгерістер болды, иә? Өзгерістер, рахмет сіздерге, өзгерістер тек жақсылыққа болды. Өткізетін адамдар көбейді, сотрудничать етеміз дейтін адамдар көбейді, басқа қалалардан әкеп өткізетіндер көбейді. Пресс аппарат қойып атқандар бар. Біраз адам білді қай жерге өткізу керек екенін, қанша екенін. Бұл енді көбісі баклажка деген екен менсінбей андай қып қарайды, адамдар уже түсіне бастап жатыр да уже. Мусор деп. Ол ол ластап чем аяқ тастан жағып, өртеп, оны сасытқанша әкеп өткізіп, сәл хотя бы жол кересін ақтаса, зато экологияға, өзіміздің тазалығымызға, қаланың тазалығына деген сәл болса да үлесін қосамыз деген андайда да кеп рахметін айтып кетеді. Үлкен кісілер бар, келеді, рахмет, жарайсыңдар, осындай жұмыс істеп жатсыңдар деп алғысын айтып кеткен. Айтып жатқандар да көп. Шымкент қаласынан басқа қай жерден әкеліп жатыр, қай жерден тапсырып жатыр сіздерге? Так, Шымкенттен басқа көп. Қызылордадан, например, осындай перевозчиктер жоқ. Қызылордадан алып келеді, Оралдан алып келеді, Байқоңырдан алып келеді, Тараздан алып келеді. Соң әйдеуште қалалардан, Жезқазған жақтардан алып келеді, например. Сондай қалалардан. Фурамен алып келеді сіздерге? Фурамен, қалай удобно. Индравермен сала жерден. Фураға примерно қанша тонна кетеді баклажка? Енді нақты прессті айтамаймын, например, өйткені көріп тұрғаныңыздардай 15 адам басталады пресстер, и 250 килоға дейін пресстер бар да, оны әртүрлі, смотря кімде қандай пресс аппараты бар, қалай ыңғайлы сөйтіп басып жібереді. Негізі ол мықты пресстер болса жақсы да, анау транспортировкаға арзандау ақша кетеді. Елмұрат, баклажкадан басқа тағы қосымша не қабылдап отырсыздар? Қазір баклажкадан басқа тағы пленканы қойдық, переработка пленка. Пленка отырық. Пленкамен айналысамын дейтін адамдар болса да, например, болады пленкамен. Пленкадан мынандай көріп тұрғаныңызда гранула шығарады. Бұл гранулаға сұраныс өте үлкен. Бұдан судың трубалары, құбырлары, тағы көп пластмасс изделияларды бәрін шығаруға болады. Міне Алматыдан өткенде бір заводқа бардық, қонаққа шақырған. Сол заводтан міне көрдік те осындай заттарды, например, осы гранулалар шығады, мынандай шелек шығады. Мынандай тазиктер, мына қыста істетілетін күректер бәрі қазіргі күнде өзімізден шығып жатқан шикізаттардың. Осы Алматыда шығарып жатыр. Білмеймін, мен Шымкентте бар ма жоқ па? Шымкентте жоқ деп ойлаймын қазіргі күнде. Мен Шымкентке осындай станоктарды қойуға болады. Бізде қазір бұның жобасы орташа бағамен станоктар қанша тұрады? Енді ол станок мынандай ғой, шығаратына андайына қарайды, объемына, производительность дейді, ол производительностьқа қарап та, сағатына 10 штук шығаратыны бар, 100 штук шығаратын бар. Где-то сол 6-7 миллион шамасында тұрады деп ойлаймын мен өзім станокты. Бір-екі рет сұрағанда сондай бағаны айтқан еді маған. Бұл пленкадан басқа қандай материалдар кетеді бұған? Именно пленканың ғана материалы кетеді? Пластмасса бәрі кете береді? Пластмасса, например, дәл осы шелекті, например, жарамсыз болып қалса, сынып қалады, или асы тесіліп қалып бірдеңке болатын болса, қайтадан өңдеу болады. Бәрі пластмастың астына өзінің нумерациясы болады. Осы нөміріне қарап, қандай пластмастың түрі екенін ажыратуға болады.
соны ажыратып тұрып любой басқа зат осын қайттан өңдеп қайттан жерге қайтып шығара беруге осын болады. дәл осын например қайттан өңдеп қайттан жерге шығаруға болады. негізі бізде Қазақстанда бұрын бұндай вообще болмағанда баклажка тапсыратын жер болмаған. Яғни жақында шыққан, қай жылы шыққан осы переработочный Бізде сәл кештеу дамыды. Ана көрші елдерге қарағанда бізде сол 2015 жылдары сол 2010-нан кейін басталды ғой. 2010-нан кейін басталды. Осы жұмыстар 2010-нан кейін басталды. Шет жақтарда, например, Россияда көрші елде 97 жылдан бері, шатаспасам 97 жылдан басталған. Өзбекстанда 2000 жылдар басталған. Уже олар бізден озып кеткен, уже біз енді бұны переработка істеуді енді дамытып жатсақ, олар уже производство жағынан көшіп кеткен. Енді Құдай қаласа біздің алдағы мақсатымыз сол производствоны күшейтіп, ақшасы бар адамдарды тартып, сол производство жағын қызықса деп, сол яғни 15 жылға артамыз дейсіз ғой. Енді жоқ, мен артамыз деген сөз, яғни осы баклажканы жаңағыдай қазір майлап үндеп шығарып жатыр да, содан ол сырье дейді, ол сырьедан кез келген қаншама 400 зат шығарып жатыр. Мысалы синтефон дейміз, жаңағы жіп дейміз, қаншама заттар бар. Енді соны бізді Қазақстанда шығармай жатыр да. Осы сұрақ негізі намысымызға тию керек та. Қаншада кәсіпкерлер сіздерге алтын сырға да осы сырьені неге бізде шығармасқа? Ресейде барып, не дейді, как барып көріп, не шығарып жатқан, болмаса Өзбекстанға, болмаса жаңа шет елдерге көріп, осы неге біздің Қазақстанға шығармауға деймін да, дұрыс па? Біздің адамдар, сөзіңізді бөлдім, біздің адамдар қазір андайда қорқады рисктен ше. Рисковать етуге қорқады. Тәуекел етуге ше. Соны тәуекел ете білу керек. Одан кейін бізде андай ғой, үйреніп қалған адам көргенін істеу керек та, көреді, болатқанын көреді да, бүйтіп істейді. Негізі ол синтепон, например, Өзбекстанның көрші еліміз синтепон шығарады. Например, айына әжептәуір тонна шығарады, синтепон өздеріне өңдейді да. Ол синтепонның бағасы әжептәуір да, ол спросқа өте талап зор нәрсе да. Мебельге пайдаланады. Киімге, куртка, өте көп нәрсе. Одан кейін жіп, көп зат та. Әшейін упаковочный лентаны өзін алатын болсақ, қазіргі таңда тек Алматыда білем, производство бар, завод упаковочный лента шығарады. Қатты лента ғой, а? Қатты лента, сол жасыл, бәрі көрген ол нәрсені, бәрі упаковать етіп келеді, көп нәрсе магазиннен. Анау товарлар, бытовой техникалар болсын, басқа болсын, қазір кім газоблок шығарып жатыр, шлакоблок шығарып, пескоблок шығарып жатқандар бәрі, сол упаковочный лентамен. Ол спрос өте үлкен. Оны Россиядан алдырып жатыр. Алматының өзіне шығарып жатыр, бірақ Алматы үлгермейді, весь Қазақстанға таратып. Вот сондайды, например, чементке қоюға болады, например, басқа қалалар. Бізде ол шығарып жатыр ма негізі Қазақстанда? Бізде шығарып жатыр. Алматыда шығарып жатыр. Қазақтар шығарып жатыр ма оны? Оны жоқ, Қытайдан келген технологтар өткенде барып танысқанбыз, мен де қызыққан болатынмын соған. Қытайдың азаматтары екен. Оларға да мен сұрадым, есе үйренгісі келді, например, басқа қалада ашам дейтін адамдар болса, келіп үйренуге бола ма десеп, келісуге болады деп, оларда қарсылық білдіріп жатқан жоқ особо. Сол үшін барып үйреніп, ашам дейтіндер, істейм дейтіндер болса, әрине болады. Елмұрат, қазіргі таңда қанша тонна күніне переработка жасап жатсыздар? Қанша тонна өндіріп шығып жатсыздар дайын сырьеларды? Күніне дайын сырьені флекс дейді бұнатын, например, флексті 2,5-3 тонна шығарып жатыр. Ата қабылдап жатқанымыз баклажканы күніне кейбір кезде 3 тонна келеді, кейбір кезде 13 тонна келеді, кейбір кезде 20 тонна келеді сразу. Так что қандай мөлшерде келсе де біз тоқтатпай ала береміз. Жұмысшылар күндіз түні жасап жатыр ма жұмысты? Или бір смен ғана ма? Жоқ, бізде 2 смен жұмыс жасайды. Қазір как раз бірінші смен кетті, екінші смен сәлден кейін келеді. 2 смен жұмыс жасап жатыр. Дайын сырьеларды қайда жіберіп жатсыздар? Өзімізде өңдеп отыр ма, или шетелге шығарып жатсыздар ма? Дайын сырьелар біраз қазір жиналып қалды, жинап осы Россияға шығарып жатыр. Россия ғой енді бірінші орында, Россия шикізат шығаратын. Сол Россияға жібереміз. Сол Өзбекстанға бұрын жіберетін, қазір жібермей қойдық. Өзбекстан бағасы сәйкес келмей жатыр біздікімен. Сол үшін қазір күнде тек Россияға жіберіп жатыр. Қазақстан мүлдем алып жатқан жоқ па Қазақстанда? Қазақстанда Алматыда бірақ завод бар. Олармен де серіктеспіз, оларға да жеткізіп тұрамыз. Енді оларда айына аз, өте аз мөлшерде істетеді. Сол үшін біздің полный бәрі объемымызды игеріп үлгере алмайды. Сол үшін біз 80% андайымызды, флексімізді Россияға шығаруға андайымыз.
Қазір ол соғысқа байланысты ол әсер етіп жатқан жоқ па сіздердің жұмыстарыңызға, Россия? Негізінен жұмыс шектеулер деген сияқты. Ол, конечно, мен ойымша қазір барлық нәрсеге әсер етіп отыр. Соғыс бізге де, конечно, әсер етеді, Россияға шығарып жатқан екен. Стабильность жоқ та. Рубльдің ойнауы, шекараның ашылуы, жабылуы, сол мәселелер сәл енді қинап қойып отыр. А так әсерін тигізіп отыр ғой, әсерін тигізеді. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Well, darling, my soul, you know it aches for yours, and you've been filling this hole. Бағана бір айтып кеткен едіңіз, қазір мына серіктеспен, яғни бір серіктес пайда болды, сонымен жаңағыдай договорға тұрайын деп жатырмыз. Осы Шымкенттен ашайын деп жатырсыздар ма? Екінші цех. Негізі екінші цехты өзіміз Шымкенттен ашып жатырмық, иә, екінші точкамызды ашып жатырмық. Құдай қаласа осы жақын арада открытиясы болады. Басқа қалалардан да қазір андай қылып жатқандар бар, сұрап жатқандар бар да. Ортада ашайық, қалай жүргізуге болады. Соны келісіп жатыр қазір. Нақты қазір айта алмаймын. Иә, егер де мысалы басқа қалада мысалы жаңағыдай Қарағандыдан болсын, Жезқазғаннан болсын, болмаса Астана, Алматы кез келген қаладан серіктес келетін болса, или жаңағыдай 50-50 болмаса 20-80, болмаса жаңағыдай менде ақша бар, мен ашсам, мені үйрете аласың ба, оған қандай жауап бере аласың? Иә, әрине оны еш андай қылмаймыз, жасырып, ондай нәрсе емес. Енді асыл Шымкентте болмаса, басқа қалаларда болса, әрине болады. Енді Шымкентте болса, өзімізге конкуренция создавать етуді бізде қаламаймыз. Басқа қалада болса, например, иә, то же самое Қызылорда, Тараз, например, Алматы өте үлкен қала, таңғаларлығы. Алматы 3 миллионнан астам халқы бар екен, бірақ Алматыда үлкен переработчик жоқ екен. Яғни серіктес сізге керек, басқа қаладан егер. Есе ашамын, сен, например, осы салада жүрсің, сен білесің, осыны бізге үйрет, оборудование қоямыз деп андай қылатын болса, ұсыныстар болса, қарауға болады, конечно, әрине. Елмұрат, осы кәсіппен нақты айналсам деген адам айына или болмаса жылына қанша таба алады? Сіз айтқыңыз келіп тұрған пайда таба ала ма деп тұрсыз ғой. Иә, әрине пайда түспесе жұмыс істемейміз ғой. Пайда түседі. Енді былай ғой досшамыз, андай әртүрлі да, жұмысы кім қалай алып барады. Кейбіреулер просто әшейін магазинді примерге алатын болсақ, екі дүкен тұр, біреуінде пайда айына 100 000 теңге алып келетін болса, екіншісінде 200 000 теңге алып келеді, дұрыс па? Ол жұмыстың жүргізілгеніне байланысты. Қазір мен айтсам, например, осынша айына пайда көреді деп айтсам, қазір көрермендерге, олар сол нәрсені істеп, оны көре алмай қалса, мені кінәлауы мүмкін да. Өйткені мен алда айттым, алдағы видеоларымыз көрсеңіз, айтып кеттім. Но Алматыда қойды осы таныс жігітіміз, істеп алмады осы линияда. Біз осы жерге келіп, соны жүргізіп, соны істетіп отырмық. Сол сияқты әрине пайда көруге болады, нормальный пайда көруге болады. Қанша табу болады айына? Енді суммасын айта алмаймыз, өкінішке орай қазір, өйткені ол айтып отырмын ғой тағы да. Смотря күнде қанша переработка жасайсың, қанша жұмысшы істетесің, қанша айлық бересің, оның бәрі соған пайдаңа қатысты ғой. Сол үшін пайда енді бұл жердегі ең бірінші пайда айтарым, өзіміздің сонша адамға жұмыс беріп жатқанымыз, сол бізге қуанышты жағдайымыз сол да, сонша адам жұмыс істетіп жатқанымыз. Біз қазіргі күнде Шымкент қаласында, осы даже Южно-Казахстанской облысты десек болады, официально тіркеліп алдық та өзімізше. Осы переработчик біз деп Экопет фирмасы тіркеліп алдық. Оны бәрі қағаз түрінде де бізді біледі, таниды. Сол үшін қалаларға біраз жерге сеткілерді әкімшіліктен рұқсат алып, сеткілерді қойдық, тазалық болсын, адамдар үйренсін осы сетке, отдельно баклажканы тастап деп. Вот адамдарға айтарым, сол сеткіні көрсеңіздер, сол отдельно баклажканы тастасаңыздар, не дейді, осы қаламыздың тазалығына сәл болса да үлес қосқан боласыздар деп айтқым келеді да. Сол сияқты бірінші очередь
экологиямызға, тазалығымызды, пайдамызды тигізгіміз келіп, алдағы мақсатымыз сол ғой. Енді конечно, әрине пайдасы да бар да оның ше. Оның пайдасы болмаса, бала шағамызды рахметпен асырай алмаймыз ғой. Жақсы, керемет. Яғни кімдерде ақша болса, серіктес болуға болады. Басқа қалалардан ашам десе, көмегіміз тигенше қандай көмек бере алсақ, сөйлесіп келісуге болады. Тағы да бізде бағана айтып кеткеніңізде, Алматыда да жаңағыда сіздің осындай цех бар екен, переработочный. Олар жүргізе алмады дедіңіздер ғой. Алматыда бір-екеуі жүргізе алмай жабылып қалыпты, естуім бойынша. Біз өзімізде шындап келгенде осы оборудование Алматыдан алып келетін болғанбыз. Басында Алматыдан алып келгенбіз да. Ол жақта да бір жолдас жігіт ашып жүргізе алмай қойған да. Жүргізе алмай мен сол кіріп кетіп, сөйтіп барып сататын болған екен. Мен барып сатып алдым да, осы оборудование сатып алып, осы Шымкентке алып келіп, қойып, қайттан бәрін. Яғни, құрметті достар, көбісі адам, жаңағыдай адамның, кез келген бизнесменнің, кәсіпкердің не дейді ана, шыққан шынына қарап қарайды да, бірақ оның қанша минустері, оның қанша тәжірибесі өткенін, қанша қиыншылықтарын өткенін оған қарамайды. Яғни, құрметті достар, осы кісі ереке жаңағыдай уже ашқанына 2 жылдан асып кетті, қанша қиыншылықтар көрді. Ол бірден осында бір үлкен бір оборотқа жеткен, бірден бір күнде болмаса бір айда жетпеген. Яғни 2 жылда қиыншылықтан өткен. 2 жылда жаңағы қиыншылық өтпей, осындай серіктес болсаңыздар болады. Яғни ақшаңыз болса, осындай баклажка переработочный цех ашам десеңіздер, төменде номер тастап кететін боламыз. Міндетті түрде ары қарай жаңағыдай нақтысын өзіңіз жаңағыдай өзінің аузынан естетін боласыздар. Осы бизнеспен айналсам деген кісілер болса, яғни нақты сұрақтар болатын болса, Елмұрат мырза номерін қалдырып кететін боламыз. Сізге хабарласса болады ғой, әрине, қалдырыңыздар, номерімді хабарласын. Нақты ұсыныстар болса, енді оны да айтып кетейік. Бірінші видеомызда, бірінші түсірген алдағы видеомызда, сол видеодан кейін телефон шынында айтқанда тоқтамай кетті. Андай жас балдар бәрі әркім звондап кете береді екен. Сол үшін айтатыным, нақты ұсыныстар, нақты маған андайлар сұрақтарыңыз болатын болса, хабарласыңыздар. Сол таңғы хотя бы 8-ден 8-ге дейін түнгі сағат 2-де емес. Бірақ енді сол бірінші видеодан кейін өте көп қоңыраулар шалынып кетті. Болар болмасқа. Сол үшін айтатыным, бір өтінішім бар көрермендерден. Нақты ұсыныс, нақты сұрақтарыңыз болса, хабарласып сұрауларыңызға болады. Оған біз қарсылық көрсетпейміз. Қолдан келгенше көмек беруге дайынбыз. Бізге ұқса басқа қалаларда да үстіп переработчиктер көркейіп, тазалығымызға пайда келтіріп, жұмыс орындары беріп адамдарға, не дейміз, ел жұрттың қызметінде жүруге, конечно, бізде замыз. Жастарға қосарыңыз бар ма тағы? Жастарға қосарым, ешқандай жұмыстан қорқпау керек. Істеймін дейтін адам өзі істейді. Қандай жұмыс болмасын, оны жүргізетін адам, істеймін дейтін адам істейді. Сол үшін қорқпаңыздар деймін. Алдағы қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Бізде Құдай қаласа 2 жыл болды осы салада жүргенімізге, алда мақсат қойдық, бірақ талай біраз қиыншылықтардан жүрдік. Бұлай да болады, бұлай да болады. Сол сияқты Алла тағаланың сынағынан өте білу керек деп. Тек сол андайды айту мүмкін жастарға. Құрметті достар, осы біздің видеоны соңына дейін көргеніңізге алғыс айтамыз. Яғни ереке, біздің видеомыз қаншалықты сіздерге пайдасын тиді? Біз бірінші видеоларыңыздан кейін ұсыныс, осы адамдар, бәнде айттық қой видеоның басында да, көп адамдар білмейді екен да, баклажка ақша тұратынын, қайқа айкеп өткізетінін, басқа қалалардан да звондады. Бұны бірінші видеоны алда көрсеңіздер болады. Декабрьда түсіргеніміз ютубтарыңызда барша. Бірінші видеомыз бен екінші видеоны адамдардың өзі полный көрсе салыстыруға болады. Біріншісінде қандай еді оборот, басында, например, декабрьде ашқан кезімізде бір күн істеп, 2 күн демалып сөйтіп болмай жатқан еді. Қазір мұны Құдайға шүкір толып тұр, сөреміз үлгере алмай жатырық шығарып. Так что көмектеріңіз өте қатты тиді, рахмет. Мен түсірем дейтіндер болса, осы 2 жігітке хабарласып, алда не дейміз, жұмыс ашып жатқан адамдар болса, кәсіпкерлер болса, көмек бере алады осы жігіттер деп айтылам тек.
Яғни құрметті достар, өздеріңіз кәсіпкерлеріңіз болса, міндетті түрде мына өзіміздің Досжан және де Нұржан астына Instagram парақшамыз бар, және де телефон номерін тастап кететін боламыз. Хабарласыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламыз, және де міндетті түрде сіздердің бизнестеріңіз, кәсіпкерлеріңізді түсіретін боламыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әр қазағымыз бай болсын. Ойларыңызды жазып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, каналымызды қолдап жүріңіздер. Құрметті достар, міндетті түрде подписать етіңіздер, лайк басыңыздар. Бізге ол өте маңызды. Міне осымен видеомыз тамамдады. Құрметті достар, яғни кез келген кәсіпті бастауға болады. Бірақ міндетті түрде бір қиыншылықтар тұрады. Аллах тағалам тек қана не дейді, кез келген кәсіптен сынайды. Сол сынақтан түзе білу керек. Яғни мынау Елмұрат ағамыз баклажка переработы арқылы үлкен бір оборотқа шығып жатыр. Негізі көріп жатсыздар. Просто не дейді, андай көз тілден өзі адамдар қорқатын болады. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламда өзі сөзі бар. Жалпы көз деген бар деген сөзді. Просто жасау керек. Яғни құрметті достар, істемей өкінгенше, істеп өкінген жақсы. Міндетті түрде қиыншылықтар болады. Міндетті түрде не дейді, андай аяқтан шалады, болмаса жаңағыдай сүрінесіздер. Но болып кетеді. Яғни 2 жыл болды айналып жатқанымызға дейді. 2 жылда үлкен оборотқа шығып жатыр. Мынандай мысалы мынау өзі пәленбай мына аватор. Жаңа кемінде бір 10 вагон сырье жатыр осы жерде. Кішкене жаңа Ресейде бір қиыншылықтар болғаннан кейін осыны өткіземіз жатырмыз дейді. Уже ертең фура келіп жатыр екен. Осының бәрін жаңағыдай уже салып жібереді екен. Яғни құрметті достар, мынаның барлығы сырье, яғни қаншама мыңдап заттар шығып жатыр. Бірақ біздің Қазақстан, өкінішті біздің Қазақстанда емес. Құрметті кәсіпкерлер, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Осы Елмұрат мырзамен ақылдасып, болмаса басқа видео роликтерін көріп, жаңа осы сырьеден флекс дейді. Флексті не шығаруға болатын міндетті түрде көріңіздер. Осыны кәсіп неге ашпауға өзімізде. Тек қана Ресейде, Өзбекстанда, Швейцарияда шығарып жатыр екен, Германияда шығарып жатыр екен. Біз өзіміз ниеттеніп жатырмыз, иншалла ақша жинап жатырмыз. Жаңағыдай осы сырьені, жаңа осы флексті Елмұраттан алып, и өзіміз жаңағыдай қандай өндіріс шығаруға болатын, соны жаңағыдай эксперимент ретінде шығарайын деп жатырмыз. Ал құрметті достар, бұдан алдын біз видео түсіріп кеттік, яғни шуалшан биогумус туралы соны көріп кеттіңіздер. Керемет жаңағыдай 120 мың теңгеден бір жылда 120 миллион теңгеге оборотқа шығуға болады. Және де осы баклажка қыста декабрьда түсіріп кеткен едік. Соны да көріп кетіңіздер. Егер де біздің видео сіздерге бір пайдасын әкелсе, YouTube арқылы, Telegram арқылы, Instagram арқылы достарыңызға таратыңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, және де міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Бізге енді 4-5 ай болды түсіріп жатқанымызға. Ақыл кеңестеріңізді айтып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік, сау, саламатты болыңыздар.